Қайырлы күн достар, сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді әрі тез дайындай алатын донорды жасаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді және лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауық етін соломка ретінде турап аламыз. Қайнап тұрған майымызға салып, үстіне ұнайтын приправаларымызды саламыз. Менде тауық етіне арналған приправа және паприка, дәміне қарай тұз салып, барлығын жақсылап араластырып, баяу отта етіміз қызарып қуырылғанша қалдырамыз. Міне етіміз дайын болғанда осындай болып шығады. Кейін донорге арналған лаваштарымызды дайындап аламыз. Менде сырный лаваш. Осылай майонезімізді жағып аламыз. Қалауыңыз бойынша кетчуп қолдансаңыздар болады. Осылай майонездің үстіне қуырылған тауық етін салып шығамыз. Мен 4 адамға дайындап жатырмын. Қалауыңыз бойынша пияз қосуымызға болады еттің үстіне. Кейін корей салатын қосамыз. Барлығын біркелкі реттеп шығамыз. Оның үстіне соломка ретінде туралған қызанағымызды саламыз. Кейін үстіне қуырылған фриді қосамыз. Барлығын салып болғаннан кейін осылай екі жағынан бүктеп, видеодағыдай донор жасайтын боламыз. Орама жақсылап басып орап шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп жасаймыз барлығын. Міне донорымыз осылай болып шығады. Енді қызып тұрған табада екі жағынан жақсылап басып, күтірлегенше отта ұстаймыз. Егер сізде гриль болса, грильде басып алуымызға болады. Міне дайын болған донорымыз осындай болып шығады. Дауысы күтірлеп тұрады. Кескен кезде ортасы осындай. Өте дәмді, сочный болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, каналға тіркеліп қойыңыз.